Сәлеметсіздер ме менің көрермендерім? Бүгін мен бауырсақ пісірейін деп жатырмын. Бауырсаққа бір кесе жылы су құйдық, бір кесе жылы сүт құйдым, дрож қопсытқыш құйдым, бір қасық майонез, бір қасық дрож, кішкене татымына қарай тұз және кішкене қант қостық. Енді осы массамызға ұнымызды илеп қосамыз. Сөйтіп жұмсақтау қылып қамыр илейміз. Бұл бауырсаққа үйдегі бар нәрсені, не обязательно жоқ нәрсені іздеп жүрудің қажеті жоқ. Үйде қолыңызда не бар, соны қоса берсеңіз болады. Қалып қалған қаймақтың қалдықтары, сары майдың қалдығы, любой нәрсені қоссаңыз, бауырсағыңыз әдемі боп, жұмсақ боп, әдемі боп шығады. Онды көз мөлшерімен саламын, онды өлшемеймін. Онды қанша қажет етеді, сол қажет еткенше шетінен араластырып, шетінен қажетінше қосамыз онды. Мінекей, осымен қамырымыз дайын болып қалды. Абдан илеп, жұмсақ әдемі қамыр дайын болды. Мінекей достар, әдемі жұмсақ осындай қамыр илеп қойдық бауырсаққа. Мінекей, бір жарты сағатқа бетін жауып, ашығанша қойып қоямыз. Достар, қамырымыз әдемі болып ашып тұр. Бір басамызды, бауырсағымызды пісіруге кірісеміз. Астына сәл жұқалап ұн себеміз. Бауырсағымызды соның үстіне түсіреміз. Қамырымызды. Енді қамырымызды жаямыз. Сондай әдемі жұмсақ қамыр шықты. Қолға жабыспайтын. Қамырымыздың қалыңдығын 2-3 сантиметрде қылып жаямыз. Міне, қалыңдығы где-то мынандай 2-3 сантиметр қылып жайып алдық. Енді әдемілеп, дөңгелектеп кесеміз. Міне достар, бауырсағымыз майымызды қыздырып алдық. Енді бауырсағымызды майымызға саламыз, тапамызға. Міне майымыз өте жақсы қызып тұр. Бауырсақтарымыз қызарып жатыр. Піскенден шетінен ала береміз. Достар, бұдан қалған майды төгетін болғандықтан мен майды ішіле көп қоймаймын. Бұл майыңызға да эконом болады. Кішкене ағарған сәл майға тимей жатқан жақтарын бұлай тегізіп қызартыңқырап аласыз. Майды төгесіз сырап болады. Сондықтан да ішіле сырап қылмай майды аздау құйып пісіремін. Мінекей достар, бауырсағымыз дайын. Өте әдемі, нәзік, нежный әдемі бауырсақ дайын болды. Мінекей, әдемі бауырсағымыз дайын болды. Енді бауырсағымыз ұнаса, каналымызға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар.
келесі жүздескенше сау саламат болыңыздар.